Сәлем достар, бүгін сіздерге мен жөтелден құтылудың қалай жөтелден бір күнде құтылуға болады, соның оңай жолын айтатын боламын. Алдымен ақпаратты тыңдамас бұрын арнама жазылып алыңыздар, ұнаса лайк басыңыздар, ұнаса бөлісіңіздер. Себебі сіздерге өте құнды пайдалы ақпарат айтамын. Негізі жөтелден құтылудың жолы көп, бірақ ең оңай жолы ол шөп дәрілерді қолдану арқылы. Әсіресе мынау мен қолданған подорожник, яғни жол желкен өте жақсы. Бұны бір ас қасық жол желкенің шөбін осылай аптекадан сатып алып, сосын бір стакан суды, қайнаған суды құйып жіберіп 30 минуттай тұндырып оны, одан кейін 10 минут суытып бөліп ішсек, сол стаканды үшке бөліп таңертең, түсте, кешке, тамақтан кейін ішсек, онда тамағымыз, өкпеміз әлде қайда жақсарып қалады. Ылғалды жөтел болсын, құрғақ жөтел болсын, өте пайдалы. Болмаса, егер ауылда тұрсаңыз, бір қала сыртында тұрсаңыз, егер айналаңызда жол желкен өсіп тұрса, кәдімгідей соны жұлып алып, кептіріп, қараңғыда кептіру керек, бірақ кептіріп, кішкене бөліп турап, тұндырып ішсеңіз де болады. Ол тіпті пайдалы болады, себебі табиғи қолдан жұлып аласыз. Ол свежий күйінде деп айтамыз ғой. Свежий күйінде ол өте жақсы қатты әсер еткен. Сонымен қатар бұл жол желкен көптеген ауруларға ем болып табылады. Язва болсын, рак болсын, негізі ішек асқазан ауруларына ем деп, ішек асқазан жолдарына жақсы деп жазған сыртына, бірақ жөтелге де, тамақ ауырғанға да, іштегі язваға да, жаңағы тіпті біреулер эрозияға да осыны ішеді екен. Тағы рак, тағы да басқа да жаңағы ішек ауруларына өте жақсы. Беттегі безеулерге дейін кетіреді екен тіпті. Осындай күшті қасиеттері бар екен бұл өсімдіктің. Сол себепті де міндетті түрде ішіп көріңіздер. Қалалы жерде енді бұл көп өспеуі мүмкін. Сол себепті де аптекадан сатып алып ішкен тиімдірек болады, тұндырып ішкен. Тіпті кейбіреулер қант, енді шөп дәрінің дәмі кішкене сәл, енді көбісі іше алмайды ғой. Нелеу болады шөп дәрінің дәмі, қышқылдау болады. Кейбіреулер қант, бал қосып та ішеді екен, олай да болады. Қант, бал қосып ішсеңіздер де болады, кішкене ғана. Егер онсыз ішем десеңіз, онсыз ішсеңіздер де болады. Өте пайдалы, жөтелді бір күнде кетіреді. Кішкентай балаларға да болады. Кішкентай балалар еді бірден іше алмауы мүмкін. Кішкентай балаларға, өте кішкентай балалар болса, шай қасықпен бересіз, 1-2 шай қасық. Бірақ ас қасықпен ішкен дұрыс болады, кішкентай балаларға болсын. Себебі бұның ешқандай зияны жоқ, пайдасы болмаса. Сол себепті де бір өте кішкентай бала болса, мысалы 1 жастан асқан бала болса, оны шай қасықпен, ал 2 жасар бала болса, одан 2-3 жастан асқан бала болса, енді бір ас қасықпен берсеңіз болады, күніне 3 рет тамақтан кейін. Жөтелге өте жақсы ем. Одан басқа да мен жөтелге өте жақсы әсер еткен бір әдісім бар. Оны осы видеоның астына ссылкасын қалдырып кетсем, міндетті түрде көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, ұнаса арнама жазылыңыздар. Осы ақпаратпен бөлісуді ұмытпаңыздар. Себебі көбісі осы жол желкенің, подорожниктің, подорожник айтамыз, қазақшасы жол желкен пайдасының бар екенін білмейді. Жөтелін көп адам жаза алмай жүреді. Көбісі жағы неге ұрынып жатады. Бірде антибиотикке, дәріге жүгіріп жатады. Жоқ, антибиотик емдемейді. Мен қанша видеомда айтып жатырмын, антибиотик емдемейді. Оданша осындай жол желкен шөп дәрілер арқылы
тез әрі оңай жазылып кетуге болады. Көргендеріңізге рахмет. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар.